Орман шетіндегі кішкентай бір үйде кемпір мен шал өмір сүріпті. Шал кемпіріне ыстық бауырсақпен шай ішейікші дейді. Кемпірі бауырсақ илеп терезенің алдына қояды. Әбден көтерілген бауырсақ ыдысынан төгіліп орман ішіне домалай кетеді. Орманда келе жатса алдынан қоян шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Қоян: мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, енді сенен де қашып құтыламын деп әрі қарай домалай жөнеледі. Орман ішінде келе жатса алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қашамын деп кете барады. Орман ішінде келе жатқан бауырсақтың алдынан енді аю шығады. О, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Аю, сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашып құтыламын деп домалай жөнеледі. Бәрінен қашып келе жатқан бауырсақтың алдынан енді қу түлкі шығады. О, қандай тәтті бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Түлкі, сен мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Сол кезде қу түлкі: менің құлағым естімейді, өлеңді мұрнымның үстіне мініп айтшы дейді. Бауырсақ түлкінің мұрнына мініп: атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, аюдан да қаштым, енді сенен де қашамын дей бергенде түлкі бауырсақты жеп қояды.